Бүгін сіздермен варенье қосылған сметана жасаймыз. Іші сондай нәзік, сырты күтірлеп керемет шыққан рецепт. Ендеше ең алдымен құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ұнға қантты қопсытқышты салып араластырдым. Оған жұмыртқаны және сары майды салып қамыр елейміз. Еленген қамырды целлофанға салып, тоңазғышқа жарты сағатқа қоямын. Салмасын дайындап қоямын. Біздің үйде осылай қаймақтар толық босамай қалып қалады. Тастай салған обал, одан да осында пюре жасап қоямын. Маған 20% қаймақтан 100 грамм, 200 грамм варенье. Вареньені мен блендерден өткізіп аламын. Қаймақтың үстінен бір ас қасық ұн және 2 жұмыртқа, 40 грамм қант қостым. Қантты вареньенің тәттілігіне қарай қосыңыздар. Қамырды форманың көлеміне шамалап жаямыз. Менде форманың размері 26 сантиметр. Қамырды формаға жақсылап орналастырамыз. Ең алдымен езіп алған вареньені саламын. Оның үстінен қаймақты салмасын салып, тегістеймін. Менің формам биік, сондықтан артық шығып тұрған қамырын кесіп алып, мұздатқышқа салып қоямын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутқа қойып пісіріп алдым. Пирогымыз піскен соң, пешті өшіріп, ыдысында суытамыз. Әбден суытып, ыдысымызға саламыз. Исінай, сондай тәбетті ашып тұр. Толық суығанын күтпей дәмін көріп жатырмын. Керемет. Өте керемет шыққан пирог. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.